Мысалы адам өмір сүргеннен кейін біраз ғұмырым ұзақ болса екен деген бір нәрселер болады. Жақсы. Шариғат, ислам дініңіздің тәлім тәрбиесі бұған кедергі жасамайды. Яғни бұндай нәрсе ниетте болса, мысалы сізде ғұмырым ұзақ болса екен деген нәрсе болса, оған тиіспейді, бірақ түзеп қояды. Қалай түзегіңіз, қалай оны жасаймыз деген мәселеде. Мән ахабба ан юмадда лаху фи умрихи. Кім сүйсе егер, яғни қаласа, ұнатса, оның ғұмырының созылуын. Ау юзада лаху фи ризқихи, немесе ризығының артуын. Ол созылу мен арту біз білеміз, тағдырда белгіленген. Қай мағынасы айтылып отырғаны береке. Мысалы біреу бір сағаттың ішінде, айтайық, бір сағаттың ішінде ол жәннат тұтып алатындай сағат болуы мүмкін оған. Біреу 90 жылда ол жәннат тұтамай кетуі мүмкін. Адамның мынау ғұмырдағы береке, уақытыңның күллі нәрсе берекелері болуы. Не істейміз онда? Ғұмырым ұзақ болсын, ризығым мол болсын. Не істеймін бұған десем, фәлиябарра валидейхи. Қараңыз қай жақта жатыр? Ата анасына жақсы қарасын дейді. Егер де біздің біреулеріміздің саудамыз, немесе отбасында бір мәселеміз, тағы да басқа нәрселер дұрыс болмай жатса, біз ата-анамызбен проблема бар деген сөз. Ол проблеманы сіз шешпей, анау ешқашан іске аспайды ол. Аспайды болды. Ол ата-анаң қандай болса да, сол құрсақты таңдаған сізге. Сондықтан ата-анаңа жақсылық жасасын дейді, қараңыз. Ізгілік жасасын дейді. Қариясы бар үйдің берекесі бар деп сол үшін айтылған. Ата-анаңды сыйлайсың, жолың ашыла береді. Бақытыңның кілті сол. Мысалы біреудің саудасы жүріп жатыр. Саудасы жүріп жатады да, ол енді жаңағыдай сызады, қарайды, біреулермен ақылдасады, бір тренингтерге қатысады. Сөйтіп ол ойлайды, осыны осы арқылы жасап жатырмын деп. Менде біраз қазір тәжірибе бар. Жоқ, ата-анасын сыйлап жүрген үшін ғана болып отырған нәрсе. Сол ата-анаңа қарау деген мәселелер мысалы айтайық. Сосын валиясил рахимаху, туысқандық байланысын жалғап жүрсін дейді. Сондықтан екі нәрсе: ата-анаңызды сыйлауыңыз, туысқандық байланысыңызды ешқашан үзбеуіңіз. Олар сізге бермесе де, олар сізге келмесе де, ол олардың қателігі. Ол олардың иман келтірмей жатқандығы дұрыстап ақыретке. Бірақ сізге болмайды оларға солай жауап беруге. Сіз Алланың құлысыз. Алланың ислам діні деген тәрбиесіндегі құлысыз. Көрдіңіз ғой? Сондықтан ата-анаңызды сыйлайсыз, туысқандарыңызға жақсы байланыс жасайсыз. Ғұмырыңыз бен ризығыңызға енді уайым қылмай-ақ қойсаңыз болады.